Сәлем досым, бұл видеода сізге компьютерде және телефонда YouTube канал ашып көрсететін боламын. Егер сізде бір Gmail, яғни Google аккаунт болса, ол аккаунт арқылы сіз 5 каналдан көп канал аша аласыз. Бірақ бір ережені ескере кеткен жөн. Егер сіз бір аккаунттан 5 канал ашып, оның тек біреуін ғана дамытып, яғни контент видео жасап жүрсеңіз, және қалған 4 каналды тестовый канал ретінде, яғни видеоларды авторлық құқық бойынша тексеру мақсатында жүктейтін каналыңыз болса, бір күні ол каналдардың біріне авторлық құқық ескертуі келіп, сіз оны байқамай қалсаңыз, белгілі бір мерзім ішінде ол каналыңыз ғана емес, бүкіл 5 каналдан құралған аккаунтыңыз блокқа кететін болады. Сол үшін тестовый канал ретінде басқа Google аккаунттан ашқан жөн. Мен қазір сізге компьютерден және телефонда YouTube каналды қалай ашу керектігін көрсететін боламын. Компьютерде YouTube каналды ашу үшін сіз youtube.com-ға кіресіз, одан кейін міне оң жағында менің жағдайымда мына жерде Google аккаунтқа кіріп тұр. Егер жоқ болатын болса, войти деп тұрады. Соған басып, Google аккаунт логин пароліңізді теріп кіретін боласыз. Және мына жақта создать канал деп тұрады. Соған басамыз. Имя менде бастапқы қалпымен тұра береді. Немесе сіз өзіңіз мысалға футболгер болатын болсаңыз, дәмді асхана деген сияқты жазуыңызға болады. Дәл осы жерден атын. Егер қазір осылай кейін осы бастапқы ашқан атыңыз кейін ұнамайтын болса, сіз каналды ашып болғаннан кейін де өзгертсеңіз болады. Міне создать канал дегенді басамыз. Мінекей YouTube каналымызды аштық. Каналымыздың атын дәмді асхана деп қойдық. Бұл жерде атынан да белгілі, яғни бұл каналды футблогер жүргізетіні. Ең басты шарт, сіз каналды ашқан кезде атын дұрыстап қоюыңыз керек. Міне YouTube каналымызды аштық. Енді қазір осы жаңағы аккаунттан екінші YouTube каналды ашуды көрсететін боламын. Мына жақта үстіне басамыз. Настройки дегенде басамыз. Жаңағы учетный записіміз кіріп тұр. Мына жақта каналымыз. Және мына жақта создать канал дегенде басатын боламыз. Яғни бір аккаунттан екі канал жүргізу. Екіншісін мен атымды жазып қойын. Мысал ретінде. Бұл жерде сізге телефон номеріңізді көрсету керек боласыз. Мына жерде текстовый сообщение немесе голосовой вызовпен. Мен номерімді енгізіп, сіз егерде бір аккаунттан екі канал жүргізетін болсаңыз, екінші канал ашқан кезде телефон номеріңізді сұрайтын болады. Осы жерге телефон номеріңізді енгізіп, мына жақта продолжитті басатын боласыз. Сол кезде сіздің екінші каналыңыз ашылатын болады. YouTube канал ашу үшін сізге кез келген смартфон жарай береді. Мейлі iPhone болсын, мейлі Samsung болсын. Safari'ге кіреміз, ол жақта youtube.com-ға кіреміз. Және оң жақта адамның суреті тұрады, кішкентай бейнесі, яғни аккаунт. Бұл жақта войти дейміз, өзіңіздің Google аккаунтқа кіретін боласыз. Google аккаунтқа кірген соң, тағы да үстіне басып, мой канал дегенді басатын боламыз. Бұл жерде название каналы барлығын өзіңізге ыңғайластырып жаза аласыз. Мысалға мен дәл осылай аша берейін. Менің аккаунтымның атымен Нұрсұлтан Өмірбаев. Создать канал. Мінекей канал ашылды. Дәл осындай қарапайым методикамен, қарапайым шарттармен ашылды. Мінекей YouTube канал ашылды. Дәл осындай қарапайым шарттармен сіз YouTube канал аша аласыз. Арғырай мен видео жүктей берсем болады. Не главное, видео жүктеу үшін сіз YouTube-тың өзінің арнайы приложениесін жаздыру керексіз. Тағы да осындай пайдалы ақпараттар алғыңыз келсе, менің арнама жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше.